Енді 10-15 миллион деген қазір қанша бір көліктің ақшасы шығар ары кетсе. Бір үйге жете қояды деп ойламаймын. Енді өңірлерде жететін шығар. Оның өзі не ғайып ол. Сондықтан денсаулығына байланысты керек болатын болса алынады ғой ол. Мен жеке басым кез келген адамдардың жағдайын нашарлататын ұсыныстарды дұрыс емес деп есептеймін. Сондықтан да парламент мәжілісіне келсе, әрине мен өзімнің даусымда өзімнің несі қарсылығымды білдіремін бұған байланысты. Дәл солай зейнетақыда дәл сондай шараларға жұмсалып кететін болады. Нәтижесінде азаматтар болашақта зейнетақысы қалатын болады. Немесе зейнетақысы мүлдем жаңағыдай әлгі айлығы шайлығына жетпейтіндей жағдайда төмен түсіп қалады. Сол себепті де жаңа бұл жерде стабилизация қажет деп ойлаймын. Бұл жерде мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттерін орындау мақсатында енгізген бұл жаңа жүйе, жалпы мен бұл бағытты қолдаймын. Менің ойымша, егер қалалық жерден үй алатын болса, шектеу қойылсын, дұрыс. Ал егер ауылдық жерден үй алатын болатын болса, өңірлерге баратын болатын болса, онда ол жақтарда 4 миллионнан асқан соң үй алуға рұқсат беру керек. Барлығы өзінің ақшасын алып алса, қазір бүгінгі күнмен өмір сүрсе, ертең ол да экономикаға әсер етеді ғой. Сондықтан да бұл үкіметтің жасап отырғаны бір тәсілі шығар. Себебі ондай ақша көп зейнеткерлерде көбінде жоқ. Сондықтан да әрине бұл енді шектеу деп білем, мысалы. Бірақ та ол әр адамның өз ақшасы ғой. Тұтынушыларға, жалпы халыққа салмағы түсіп кетпеу керек, бұл жағында ойлау керек. Соғының салмақ та түспейтіндей бір алтын қазығы болатындай сондай бір межені белгілеу керек шығар бұл жерде. Сіздің ойыңызша дұрыс деп ойлайсыз? Енді оны жаңағы дұрыс екендігін уақыт көрсетеді әрине. Бірақ енді 15, жаңа сіз айтқан 15 миллион деген бұл салмақ болуы мүмкін. Әрине біз енді өзіңіз жаңа айтып өткендей 10-15 миллионға толғаннан кейін ғана дейтін болсақ, онда біраз табысы оған жетпеген жастар, жас мамандар, орта жасқа келіп қалған мамандар қызмет жасап жатқан. Бұл межеге жету қиындау. Егер жауапты органдар мынандай сомаға шықса, олармен біз санасуға мәжбүрміз. Мен тіпті сізге бір нәрсе айтайын, қазіргі кезде зейнетақы деп жатырмыз. Оған жиналған ақша, шын айтсақ, лайықты дәрежеде осы зейнетақымен қамтуға жетіспей жатыр. Мемлекет жыл сайын бюджетінен 3 есе көп, біз жинаған ақшамызға оған қоса 3 есе көп қаражат бөліп отыр. Яғни бұлай да бұлай өзіміз жинаған қаражатымыз жетіспей жатыр. Әрине, халық жинаған ақшасын мемлекет осы тіпті мемлекет емес, бұл жерде ол мемлекеттік қой, бірыңғай мемлекеттік зейнетақы қорының басшылары дұрыстап басқару керек.